Армысыздар, құрметті көрермен. Шежірелі шаһар Тараздамыз. Біз әлеуметтік желіге Таразға келеміз деп шығарғалы, айтқалы бері көптеген көрермендеріміз, яғни сондай-ақ біздің тұтынушыларымыз жазып шықты. Біздің үйге келіңіздерші, өтініш, біз сіздерді күтіп отырмыз, біз сіздердің саумалдарыңызды ішіп жүрміз деп айтып жатқандар толасы жетерлі. Бірақ оның бәрі уақыттың еншісінде. Я, Тахир, дұрыс айтасың. Бәрінің үйіне барғымыз-ақ келеді. Бірақ үлгірмейміз ау. Иә, осы жерде шындығымызды айтайық, ал сіздің үйіңізге баратынымыз сөзсіз. Болды тастасаңшы мына неңізді, балдағыңызды. Су қосады, не қалады, бүлдіреді ғой. Одан да мынау дұрыс екен деп ойладым да өзім. Орамал тақтым деп отырасыз есіңізге алып. Иә. Капиллярный инфаркт деген диагнозым. Постоянно ішіп тұрыңыз дәріні деп. Күл Қазақстан бізді көріп отыр. Тоғжан апа, амансыз ба? Амансыңдар ма, айнам? Қалыңыз қалай? Жақсы, шүкір. Аман есен, өздеріңді амансыңдар ма? Аман есен жақсы жол жүріп келдіңдер ма? Иә, аман есен жеттік. Аман есен жетсеңдер. Асығып, сіздерді көрейік деп. Міне, келіп қалдық үйіңізге. Мені келсеңдер. Құдай қонақ болып. Енді өзіңіз білесіз, біздің бағдарламаны көріп жүрсіз ғой. Көріп жүрмін. Көріп жүрмін, байқап жүрмін. Мәйтер қарындарың ашпа, барған жерде тамақты опырып атсыңдар, пакетке салып алып кетіп атсыңдар десеңші. Шәйшік деп па? Шәйшік. Наватпен шәйшік. Ал апа. Басталды. Апа, біздің Нео саумалды ішіп жүрсіз өзіңіз. Ішіп жүрмін. Енді бүгін осы сізбен ой бөлісейік, қандай нәтижелер алдыңыз, пайдасы расында бар ма, соны айтып берсеңіз бізге. Мен бұл саумалды мына рекламаны көріп жүрмін. Енді саумал енді өзіміздің ата-бабамыздың сусыны ғой бұл. Ол жылқының еті де, сүті де бәрі ем. Сол енді мынау дұрыс бопты деп жатырмын мен. Анау әлгі біз сатып ішеміз ғой. Су қосады, не қалады, бүлдіреді ғой. Одан да мынау дұрыс екен деп ойладым да өзім. Себебі бір капсулада 45 грамм 400 миллиграмм. Иә, екеуі почти 1 литр саумал екен. Содан осы ең пайдалы осы екен деп ойладым да. Содан жаңағы бір осы жерде өзім қатты ауырдым жаздай. Сөйтіп жатыр едім, жаңа врачым келді, айтты, апа үйде жата бергенше былай қыдырмайсыз ба? Көңіліңіз көтереді деп. Сөйтеді, соны үлкен балам отыр еді. Ертеңіне жетіп кепті, ана жерде нақаш тәтем қатты ауырып жатыр дейді. Жаңа өзім ауырып отырсам да ойбай барайын деп жаңа бардым ғой. Сөйтсем жаңағы қайынсіңілім күйеу баламенен ауырған түк белесте жоқ. Қып-қызыл нарттай болып екеуі бізді күтіп дастарханын жасап баламыз звондап қойыпты. Сөйтіп мәз болып отыр. Әй, не болды, ауырып қалды деп еді. Мына түрлерің жақсы ғой десем айтады. Күледі өздері. Біз саумал ішіп жүрміз дейді. Қанша болды ішкендеріңе десем, 4 ай болып қалды дейді. Осы саумал ішіп жүр. Не о? Осы саумалды ішіп жүрміз дейді. Қып-қызыл бөртіп екеуі мәз жаңағы. Жақсы болдық, тіпті жақсы болдық деп. Содан үйге келдім дағы ана экрандағы телефон жазып алдым. Ертеңіне өзіміз звондадым ғой орталыққа. Сөйтіп звондадым да, айналайын қызым, мынаның жолын қалай білем мен? Мен қаяқтан аламыз біз? Бұл саумалды. Оның қандай несі бар? Бізге көмегі бар. Соны маған түсіндіріп айтшы балам деп сөйлебем. Жаңа орталықтағы қыз айтты, сізге оны Айдана деген қызға жалғаймын қазір, сол түсіндірді деді. Сосын Айдана қыз келді да, ол бәрін айтып жатқанда ана балам келді. Сөйтіп еді, балам алды да маған бер деп, Айданаға сен сөйлесші деп жаңағы балама бердім. Сосын балам айтты, біз қолма-қол ақша қаламыз деп сөйледі. Ойбай, балама біртіндеп көрейік дедім мен. Бірінде ішіп көрейік та деп балам жаңағыдай деп содан хабарлады өзі сразу. Сөйтіп ертеңін әкеп берді. Содан іштіп жаңағы мына жаңа кішкентай қызым ода ішті, екеуміз де ішіп жүрдік. Менің мына ештеңе тамақ ішем, ана реннис ішем айтығым. Қыжылдағанда, баяғыдан бері қыжылдайды. Сол 2 апта іштім ба, алдымен бір-бірден ішіңіз деді. Содан кейін 2-2-ден ішіңіз деді. 2 аптадан кейін уже қарасам, не жесем де жаңа асқазаным қыжылдамайды. Тағы да 2-3 аптаға шейін ешқандай қыжылдаған жоқ. Бір қуандым жаңағы. Өмір бақи қыжылдап келе жатыр ғой. Содан бір қуанып, оным жақсы болды енді. Содан іш қату деген бар менде. 4-5 күнде жылап егіліп. Жаңағы іше бастаған уақытта жаңа ішім жүргізді. Сосын Айдана сұрап жатыр ғой, күнде звондайды, күнара звондайды. Осындай деп, одан қорықпаңыз апа деді. Қайта ішіңізді тазартып жақсы болады деді. Оным да жақсарды.
одан басқа Содан енді қайда сентябрьде іштім мен, сентябрьден бері қарай. Содан давлениемді бұрынғыдай қатты тез көтерілмейді, бір жақсы жүрді мен. Содан анау неге қарай, апрельге қарай саябырлады, жаңа давлениемде қайта көтерілген жоқ. Енді маған капиллярный инфаркт деген диагнозым. Постоянно ішіп тұрыңыз дәріні деп. Сол кешке қарай күндіз азанда 2 ішем, түсте 2 ішем, кешке жаңа давление дәрісін ішем. Сөйтіп келе жатырмын қазір. Содан бері жақсы, қайта көтерілмейді. Саумалды ішіп жатыр, жалғастырып. Сосын саумалымды жалғастырып ішіп жатырмын. апа таяқты көріп тұрмын, өзіңіз аздап балдақпен жүрсіз. Иә. Жайшама не болды? Артроз деген 2 тізем сондай. Жаңағы таяғымды сүйеніп жүремін, бірақ ақсап жүретұғым мына бір аяғымнан. Енді біраздан бері байқап жүрмін, жаңағы ақсамай жүр. Өзім байқамай қалам дейсіз ғой. Иә, байқамаймын да, кейін барып жаңағыдай барып есіме осы ойбай. Есіңізге түскен кезде ақсаңдап қойсыз. Ойбай, айтпақшы мен ақсаңдап жүрген едім ғой деп. Әдет болып қалған ғой апа сізге. Енді болды, тастасаңызшы мына неңізді, балдағыңызды. Енді одан кішкене жақсы болса тастаймын ғой енді. Құрметті көрермен, сіз де біздің Тоғжан апайымыз сияқты саумал ішіп нәтиже алғыңыз келсе, деніңіз сау болғанын қаласаңыз, сонда төменде көрсетілген нөмірге қоңырау шалыңыз. Біздің орталықтың мамандары сіздердің денсаулықтарыңызға қатысты кез келген сұрақтарыңызға жауап береді. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Көпбалалы отбасыларға, зейнеткерлерге және де ерекше балалары бар отбасыларға да арнайы қарастырылған жеңілдіктеріміз бар. Банк қосымшасы арқылы төлей аласыз. Сондай-ақ бөліп төлеуге де болады. Апа, мынау енді сіз сияқты бізді көріп отырған көрермендерге айтарыңыз бар ма? Көрермендерге айтарым, саумалды алып ішіңдер. Құрбы құрдас, дос жаранға айтам дейсіз. Бәрін айтып жүрмін, ішіп жүріп. Алып ішіп жүргендері де бар, жаңағылардың дұрыс екен деп. Дұрыс апа, бұл негізі адам егер өзі позитивті ойлайтын болса, мен ауырып жатырмын деп жататын болса, жата берсе, жата береді, ауыра береді ол. Болмайды екен. Сол үшін ары бері шығып адамдармен сөйлесіп нетсеңіз, ақырындап өз бәрі дұрысталады. Енді біз құрғыл келген жоқпыз, білесіз, көріп жүрсіз өзіңіз. Енді білмеймін, сандығыңызда орамалдың саны жетіп жатқан шығар, дей тұрғанмен орамал том болмайды, жол болады дейді. Ал дәл осындай орамал жоқ екен мен нақты білем. Енді BB Partners компаниясы Нео саумалдан орамал тақтым деп отырасыз есіңізге алып. Иә, көп алып іше беріңдер, сендер де тағасыңдар деп бап. Және арнайы. Апа, сондай-ақ мынау біздің жаңадан шыққан журналымыз. Бұрынғысы да бар менде. Иә, бұрынғысы да бар, ал мынау жаңасы. Су жаңасы. Иә, сондай-ақ ғылыми мақалалар бар, зерттеулер бар. Оның барлығын өзіңіз оқып шығасыз, иә. Азынан кешке кітап оқимын, мен соның арасында. Біз деп қойсай. Мына жерде мен қандай күшті түскенмін ше. Екеуің жазыпсыз. Иә, мынау Жанат, мынау мен. Ең соңында біздің өзіміздің құжаттарымыз. Сертификат. Иә, барлық зерттелген, дәлелденген құжаттарымыз. Оқимын ғой бәрін. Сондай-ақ апа, мынау сізге. Менің бар жұмысым кітап оқыған. Мынау сізге апа 3 құты Нео саумал BB Partners компаниясы шығаратын өзіміздің отандық өнім. Бір айтарыңыз болса, бізге жалпы сондай-ақ біздің көрермендерге, онша-мұнша таныстарыңызға, туыстарыңызға сәлем жолдаймын десеңіз, бүткіл Қазақстан бізді көріп отыр. Мархабат. Сіз үшін мынау камера қызмет жасап отыр. Бауырларыма сәлем жолдаймын. Балаларыма, Алматыдағы балаларыма сәлем жолдаймын. Ләйләм бар, Ғалымжаным бар, немерелерім бар. Бәріңе сәлем жолдаймын. Ал сіз де біздің апамыз сияқты деніңіздің сау болып, қандай да бір өзіңіздің ағзаңыздағы ақауларды түзеймін десеңіз, онда төменде көрсетілген нөмірлерге мархабат, дәл қазір қоңырау шалыңыз. Біздің мамандар сіздердің денсаулықтарыңызға байланысты сұрақтарыңызға жауап береді. Егер тапсырыс берсеңіздер, онда Қазақстан бойынша жеткізіп беру қызметі тегін екен тағы да естеріңізге саламыз. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі жолы сіздің үйіңізде болып қалуымыз әбден мүмкін. Рахмет, келгендеріңе рахмет. Айналайын, еңбектеріңнің жемісін көріңдер, бала шағаларыңның қызығын көріңдер. Қазақтай асқақ ел барда, саумалдан асқан ем бар ма? Міне, біздің бүгінгі хабарымызды Тоғжан апамыз жауап берді. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі жолы сіздің үйіңізде қонақта болуымыз әбден мүмкін. Сау болыңыздар.